Сәлеметсіздер ме, мені тұрақты көрермендерім. Міне бүгін шәуел ұстап жатқан үйде қонақтар бар. Мен соларға арнап, және біздің үйге бір тамаша менің сіңлілерім, бауырларым келіп қалды. Қазір шайға мен жылдамдатып бір пирог жасайын деп жатырмын. Ал ендеше назар аударыңыздар. Оған керек мен 2 жұмыртқаны жарып қойдым. Қантымды араластырып алайын, өте қатты қоспаймын. Өйткені сгущенка қосам. Керек заттарды қазір әзірлейтін боламыз. Ендеше менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Үйде кептірілген қандай сухофрукт бар, соның бәрін пайдалану беруге болады. Қалауларыңыз білсін. Oldu. Сүртіп аламыз. Енді жұмыртқамыз бен қантымызды ерітіп алайық. Құрметті менің көрермендерім, мен өзімнің қолым почти что миксер. Міне қант турда ерітіп жеймін ғой. Қант пен жұмыртқасын ерітіп алдым. Ерітілген сармайымызды қосып алайық. Өзі тез, жылдам. Осы пирогты керемет жақсы көрем. Қонаққа барсам да осы пирогты өзім бірінші жақсы көріп жеп жүрмін осыны. Енді жарты қасық кішкене ас содасын қосайық. Одан кейін шай қасықпен бір қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып алайық. Біртіндеп қосып аламыз. Кішкене вилкамен тесіп қоямыз. Бұл не үшін? Ал енді дайындалған сухофруктыларымызды салып аламыз. Мейізімізді салайық. Негізі мейізді мен өте жақсы көрем. Оны өздеріңізге де айтып жүрем. Кез келген нәрсеге мейіз қосқым келіп тұрады. Деп па? Анар вешалка болмай қалдың ғой. Анар, Дәулет деген кенже бауырым келді. Қазір пирог пен шай ішеміз.
Өжігі. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді 180 градуста немесе 150 градуста жарты сағатқа қысып тұрған плиткаға қоямыз. Бисмилла. Құрметті менің көрермендерім, міне мен пирогымды әп-сәтте пісірдім. Кереметтей дәмді. Енді міне қазір дәмін көрсетіп сіздерге. Ал енді ең бастысы, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма, пайдалы кеңес каналыма бір ғана қоңырау шалу арқылы маған кереметтей көңіл күй сыйлайтындарыңызды ұмытпаңыздар. Сіздер маған бір қоңырау шалсаңыздар, сіздерге Алланың нұры жаусын демекпін. Ал ендеше менің пирогымды кесіп, дәмін көрейік. Осы пирогты өзім керемет жақсы көремін. Міне, арасы бәрі қандай жақсы көтерілген, дәмді, шайға тиген. Қазір қонақтарымды қуантатын боламын. Кесіп, өстіп, қонақтарымыз аяқ астынан келіп қалған кезде осы пирогты жасап, тәтті шай ішулеріңізге болады. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбекұлы,